Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кеспелі маскожи тамағын жасайтын боламыз достар. Өте дәмі ерекше болып шығады. Бір жасағаннан ақ шығады достар. Менің тамағымның жасалу жолы сіздерге керек болатын болса, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен қызып тұрған қазанымыздағы майға пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз достар. Толық рецептін осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер достар. Өте дәмі ерекше болып шығады достар. Осылайша пиязымызды салып қуырып, оның үстінен осылай 3-4 бөлікке бөліп туралған картопымызды саламыз. Оны да 1-2 қайтара қозғап қуырып алатын боламыз және оның үстінен сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді дәл осылай турап аласыздар достар. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Менің балам сәбіз жақсы көргеннен кейін мен міндетті түрде сәбіз қосамын. Және осылай 1 ас қасық томатымызды салып алатын боламыз. Томатымызды салып, жақсылап бір араластырып алып, енді біраз қуырылуға қойып қоятын боламыз достар. Біздің картоптарымыз қуырылғанша мен машымды жуып алатын боламын. Осылай бір кеседен жарты кеседен көптеу машымызды осылай жуып алатын боламыз достар. Сіздер үйдегі адамдарыңыздың санына қарай жасасаңыздар болады. Біздің үйде көпшілік болғаннан соң бір кесеге жақын машымды салып, осылай жуып алдым 1-2 қайтара достар. Маштарыңыз таза болса 1-2 қайтара жуып алыңыздар. Және енді кеспемнің қамырын дайындап алатын боламын. Алдымен бір жұмыртқаға кішкене ғана суымды қосып, және оның үстінен сұйық майымды құйып, оның үстінен тұзымды салып, және ұн қосып, жақсылап араластырып, қамыр елеп алатын боламын достар. Жақсылап қамыр елейсіздер. Қамырымыз біздің тұмар қамырымыз сияқты, яғни менің каналымды көрген болсаңыздар, менің каналымда бешбармақ қамыры деген, яғни тұмар қамыр дейтін видео бар достар. Соған кіріп көрсеңіздер болады достар. Дәл сол қамырды жасап жатырмын, өте дәмді болады. Осы бір ғана жұмыртқа және сұйық май қосқан қамырларыңыз езілмей дана-дана болып пісетін болады. Міне мен осылай суала елеп, күлеңкімен бетін жауып, осылай тұндыруға 5-10 минутқа қойып қойдым достар. Енді жаңағы картоптарымыз қуырылғаннан кейін үстіне 3-4 шөміш су құятын боламыз достар. Бұл суымызды да үйдегі отбасымыздың санына қарай құйсаңыздар болады. Сіздер азғантай болса 1-2 шөміш құйып жасасаңыздар болады достар. Бізде көпшілік болғаннан соң 3-4 шөміш суымды құйып алдым достар. Еш уақытта суды құйғаны бұл тамақта бір ерекшелігі, су құйғаннан кейін тұзымызды салмайтын боламыз. Себебі тұз біздің машымыздың жарылуына кедергі жасағаннан кейін тұз салмайтын боламыз. Тұзды маштарымыз жарылып шыққаннан кейін кеспені салатын алдын салатын боламыз. Дәл осылай сорпамыздың үстіне жуылған машымызды салып, бір қозғап және қақпағын бетін жауып қоятын боламыз достар. Енді кеспемізді алып, кеспемізді жақсылап оқтаудың көмегімен және ұнның көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Өте жұқарау етіп жаятын боласыздар достар. Жақсылап жайып, достар, менің тамағымдағы кеспемді көріп, кеспең неге жуан-жуан қылып турағансың дейтін болсаңыздар, мен өзім маскожи тамағына дәл солай етіп кеспе турағанды өте қатты ұнататын боламын. Содан кейін кеспе қамырымды дәл солай турадым достар. Енді осылай қамырымызды жақсылап жайып, ортасынан бір бөліп және кеспемізді турап аламыз. Әрқайсыңыз өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Жіңішке етіп, не болмаса жуандау етіп турасаңыздар болады. Маған осылай орташалап тураған кеспе ұнайды достар. Мен басқа уақытта кеспе көже тамағын жасаған кезде кеспемді жіңішке етіп майдалап турайтын боламын. Бірақ осындай маскожиге дәл осылай турап аламын достар. Себебі маған солай жасаған ұнайды. Міне менің маштарымның барлығы жайылып, маштарымның барлығы осылай жарылып, өте жақсы жарылып шықты достар. Енді тұзымызды және дәміне қарай қарабұрышымызды салып, бір қозғап алып, үстіне жаңағы дайындаған кеспемізді салып алатын боламыз. Кеспеміз біздің 5-10 минутта ғана пісіп шығады достар. Өте дәмді болып және дана-дана болып пісетін болады. Осылай кеспеміз салып бір қозғап бетін жауып қоятын боламыз. 5-10 минутта ғана піседі. Қақпағын қатты жаппаймыз, жартылай ашып жауып қоятын боламыз. Себебі біздің кеспелеріміз қайнап шығып, майлары бетінен ұшып кетпес үшін
қазанымызды жартылай жауып қоятын боламыз. Жартылай жауып қойып қоямыз достар. Менің міне тамағым 5-10 минуттан кейін алдым. Мас көжем өте дәмді болып шыққаны жүзінен ақ көрініп тұр, өте керемет болып. Менің кеспелерім де, маштарым да барлығы өте дәмді болып, осылай болып пісті достар. Егер де менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер достар. Және де менің видеоларым ұнайтын болса, менің арнама кіріп подписаться деген батырманы басып, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Өте дәмді, керемет болып шығатын рецепттерді тек менің каналымнан ғана тауып ала аласыздар достар. Менің каналыма кіріп көрсеңіздер, өте жеңіл, үй жағдайында жасалатын тамаша рецепттер бар достар. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Міндетті түрде осы тамақты жасап, отбасыларыңызға, балаларыңызға ұсыныңыздар достар. Өте дәмді, керемет тамақ болып шығады. Достар, міндетті түрде менің арнама подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Менің қазақша контентінің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Егер де маған подписация жасаған болсаңыздар, сіздерге алдын ала рахмет, Алла разы болсын. Өте дәмді, керемет, менің кеспелі мас көже тамағымды міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Алмагүл.